Бауыржан Момышұлы 24 желтоқсан 1910 жылы туған. 10 маусым 1982 жылы дүниеден өтті. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы атқыштар дивизиясындағы 1941 жылдың қарашасынан бастап 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы 1073 атқыштар полкының 1941 жылдың қарашасынан 19 гвардиялық полкі және батальон командирі. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың 42 айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 27 рет ұрысқа қатысты. Соғыстан кейін 1950-1955 жылдары Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан соң елге оралады. Елде біраз уақыт жұмыс табылмайды. Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасына жұмысқа алмақ болады. Алайда оған қарсылық болған көрінеді. Батыр енді толықтай шығармашылықпен айналысады. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген-білгендерін шығармаларына арқау етеді. Оның қаламынан туған өмір шындығының негізіндегі тамаша романы мен әңгіме, повестері қалың оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығарылады. 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте ұстаздық етеді. Біраз уақыт аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы ретінде қызмет атқарады. Аудандық милицияда 6 айдай жұмыс істейді. 1932-1934 жылдар аралығында Қызыл армия қатарына қызмет етеді. 1933 жылы полк мектебін бітіреді. Атқару комитетіндегі қызметімен көзге түскен Бауыржан Тимофей Дубовиктің қолдауымен Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болады. 1921 жылы бастауыш мектепті аса интернатына түседі. 1924 жылдан бастап 7 жылдық мектепті Шымкент қаласында оқиды. Бұл сол өңірдегі 1924 жылы ашылған алғашқы 7 жылдық мектеп болатын. Бауыржанмен бір сыныпта Әбділда Тәжібаев және Құрманбек Сағындықов оқыды. 1928 жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Аңызға айналған алып тұлға Бауыржан Момышұлының туғанына 115 жыл.